Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге үй жағдайында круассан дайындайтын боламын. Өте жұмсақ болып шығады, өте тез дайындалады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ең алдымен жылы сүтімізді таза ыдысымызға құйып аламыз. Содан соң шым-шым тұз қосамыз. Тұздан соң қантымызды қосып, жұмыртқамызды да қосып аламыз. Барлық ингредиенттер описание бөлімінде. Құрғақ ашытқымызды қосып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Содан соң електен өткізілген ұнымызды аз мөлшерде қоса отырып, қолымыздың көмегімен қамыр илеп аламыз. Қамырымыз жұмсақ қылып илейміз. Өте жұмсақ болып шыққады. Піскен кезде ұнымыздың барлығын бірден салып жібермейміз. Дәл бейнедегідей жарты бөлігін сала отырып, қамырымызды илеп аламыз. Ұнымыздың барлығын қосып алдық. Қамырымызды илеп алғаннан соң сұйық май қосамыз. Қолға жабысатын болғандықтан қамыр сұйық май қосып, жақсылап сулы қамыр қылып илеп аламыз. Өте сулы әрі жұмсақ қамыр болады. Сұйық май қамырға сіңіп кеткенше жақсылап қолымызбен біркелкі қылып араластырамыз. Майды қамырдың ішіне кіргізіп, қолымызбен тура бейнедегідей араластырып, қамырымызды илеп аламыз. Осындай жұмсақ қамыр шықты. Жылтыр, қараңыздаршы, тура бейнедегідей. Бөлек ыдысымызға салып, пищевой пленкамен орап, көтерілгенше қойып қоямыз 30 минутқа. Қамыр өте керемет болып көтерілді. Тура бейнедегідей жылтыр. Қараңыздаршы, дәл осылай көтерілу керек. Сонда круассанымыз көтеріліп, әдемі жұп-жұмсақ болып шығатын болады. Қараңыздар, жұп-жұмсақ қамыр. Енді осы қамырды формасын келтіретін боламыз. Формасын келтіріп алғаннан соң бірнеше бөлікке бөліп жайып алатын боламыз. Қамырдың ортасынан екі бөлікке бөліп кесіп аламыз. Содан соң колбаса тәріздес қылып орап, бірнеше бөлікке бөліп кесіп аламыз. Содан соң думалақ тәріздес қылып форма жасайтын боламыз. Бәрін біркелкі қылып. Қамырымыздың барлығын дөңгелектеп формасын жасап алдық. Барлық қамырды тарелкаға орналастырып алып, бетін жауамыз. Сонда қамырымыз қатып қалмайды. Бірін кетін бірін алып, қамырымызды жұқа қылып жайып аламыз. 20 сантиметрдей қылып жайып алатын боламыз. Қамырымызды жайып алғаннан соң легенге орналастырамыз. Содан соң үстінен сары майымызды жағып шығамыз. Бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды жағып шығамыз. Осындай шпажканың көмегімен жақсаңыздар да болады, немесе қасықпен, силиконды лопаткамен жақсаңыздар да ыңғайлы. Жұқа қылып жағып шығамыз. Содан соң екінші қамырымызды жайып, және 20 сантиметрдей қылып жайып алғаннан соң май жаққан қамырымыздың үстінен орналастырып шығамыз. Бірін кетін бірін. Менде 16 бөлік шықты. 16 бөлік қамырдың бәрін жайып, бір-бірін үстіне орналастырып шығамыз. Дәл осы бейнедегідей үстінен біркелкі қылып орналастырып аламыз. Содан соң майымызды жағамыз, және үшінші
қамырымызды жайып, солай 16 қамырымыздың барлығын бірін кетін бірін үстіне жайып, орналастырып шығамыз. Өте оңай, жұмсақ қамыр болғандықтан тез жайылады, уақыт кетпейді, барлығын жайып алып орналастырып шығамыз. Жеген кезде де қамыры қатпарлы, өте дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер, уақыттарыңыз үнемделеді. Осылай 16-шы қамырымызды үстінен орналастырып шығамыз. Бетіне сармаймызды жақпаймыз. Пищевой пленкамен орап, холодильникке қалдырамыз. 30 минутқа холодильникке қалдырамыз. Сонда майлары қатып, қамырымыз жайылған кезде оңай болады. Арадан 30 минут өткеннен соң қамырымыз дайын болды, тез жайылатын болады. Ұнымызды сеуіп, қолымызбен ақырын баса отырып, бірінші қолымызбен осылай ақырын барлық жерін біркелкі қылып, қамырымыз бір-бірінен ажырап кетпейтіндей қылып, қолымызбен тегістеп жайып аламыз. Содан соң оқтаудың көмегімен жұқалау қылып жайып аламыз. Тура бейнедегідей. Содан соң қамырымыздың екінші бетін алмастырып, тегістеп шығамыз. Сонда қамырымыз біркелкі болып жайылады. Қамырдың қалыңдығын шілей жұқа қылып жаймаймыз, 3-4 мм-дей қылып жайып аламыз. Содан соң қамырымызды жайып алғаннан соң, енді осы қамырды круассанға арнап, 3 бұрыштап кесіп аламыз. Тура бейнеде көрсетілгендей кесіп аласыздар. Круассан қамырларын кесіп алдық, 15-16 дана шықты. Қамырымыздың ортасынан кішкене бөлігін кесіп аламыз. Себебі круассан қамыры үлкен болып шығу үшін осылай кесіп аламыз. Бейнеде көрсеткеніндей қамырымызды созып орап шығамыз. Салмасына варенка немесе жаңғақ қоссаңыздар болады, қоспасаңыздар да өте дәмді, себебі құрамында қант ұнтағы бар. Мен жарты бөлігіне варенка қостым, жартысына қоспай орап шықтым. Осылай бейнедегідей орналастырып, жақсылап үстінен басып, орап шығамыз. Себебі варенкамыз пеште піскен кезде шығып кетпес үшін. Барлық круассан қамырларын тура бейнедегідей орап шығамыз. Өте дәмді, қатпарлы. Сіздер де жасап көріңіздер, сүйікті булочкаларыңыздың біріне айналады. Менің рецептерім ұнаса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Енді барлығын орап болғаннан соң противенге орналастырамыз. Противенге пергамент қағазын төсеп, арасын алшақ қылып орналастырып шығамыз. Себебі көтерілгенде бір-біріне жабысып қалмас үшін. Пищевой пленкамызды орап, көтерілгенше 10 минутқа қалдырамыз. Осы сәт маңызды, сонда круассандарыңыз көтеріліп, әдемі болып шығады. Барлық булочкаларды қамырын жасағанда көтерілгенге қойсаңыздар, өте сәтті шығады қамырларыңыз. Қамырымыз дайын, көтерілді. Ендігі кезекте жұмыртқамызды жақсылап араластырып, 1 чай қасықтай сүт қосып жіберсеңіздер болады. Сонда булочкаларымыз жылтыр әдемі болып шығады. Үстінен біркелкі қылып жағып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Круассандарымыз дайын болды. Қараңыздаршы, қатпарлы, өте керемет болып шықты. Арасы піскен, қорықпай жасап көріңіздер. Сіздермен болған Жансая, сау болыңыздар.